Кейінірек естідім, тұтқынға алыныпты, яғни әлде Компартия орталық комитетінің, әлде КП-нің қоймасына тығылған. Ілкіде менің өзімнің аса мәнді бір кітабым дәп осылай тұтқындалып, ақыры өлімге кесіліп, пышаққа түсіп еді. Мұқабасы жолынып, ішкі тасқа басылған мәтін беттері түгел макулатураға туралғанымен түпнұсқа қолжазба өзімде қалған. Ерте ме, кеш пе, қайтадан тірілуге тиіс. Ал сурет әрқайсысы түпнұсқа және жалғыз-ақ дана. Көшірмелері сақталған күннің өзінде қалпына келмейді. Жәлелге жасалған қысас бір адам емес, бүкіл қазақ өнерінің алдына құрылған талқы болатын. Алай сызба, былай сыз. Алай жазба, былай жаз. Тек бейнелеу өнері мен көркем шығармашылық қана емес, бүкіл рухани өмір тарабындағы бұлжымас қағида, бұзылмас тас қабырға, темғапас. Бірақ өнер атаулының өз заңы бар. Ол да айналмас сенімге құрылған. Ақиқат аталатын. Сондықтан әдебиет пен өнер тарабындағы шын дарын қандай жағдайда да өз жолынан тайқымайды. Мұратына жетер, жетпес, құлдық қамытын мойындамайды, тоқыраса да тоқталмай, жаңа бір әдіс, тәсілдер, ақыр түбі көздеген мақсатына жақындатар соны сорап істейді. Қабілет, білік қана емес, сенім мен мінез көрінісі. Ал шығармашы жалпы қауым ішінде бейнелеу тарабындағы жұрт мүсінші, суретші атаулы әдепкі өмірде қандай болсаң, жұпыны болса да, өзінің тікелей мамандығына келгенде қайтпас беріп, түзелмес қыңыр, аш арық жүрсе де, тынымсыз еңбек, толассыз ыждаға түсінде. Әдетте өнер саласындағы бар бүлік, жаңа ағым, соны серпін атаулы суретшілер тарабынан бастау алатыны кездейсоқ емес. Ал Жәлел, мұндай жарқын талант қаншама нәзік болса, соншама бекем, үзілмес болат жіптік. Қайыспас қара тас. Енді міне, арада бірер жыл өтті ме, өтпеді ме? Соншама әлсіз болып шығады деп кім ойлаған? Ең кереметі, бұл баланың ішімдік атаулыға әуесі жоқ еді. Татып алмайтын. Баспада жазылмаған заң бар. Кезекті кітабы барлық өткіліктен өтіп, өндіріске жіберілген жазушы осы игілікті іске тікелей қатысты редакция қызметкерлерін, тілектес, жанашыр жолдастарын. Басқа емес, дәл сол, атаулы күні Реста өз үйіне шақырып, қуанышты қонақасы береді, көлемді тапсырыс, бір шама мол ақшаға жеткеннен кейін біздің суретшілер де кәдімгідей жолашар жасайтын болған. Істің түйінді жерінде отырғаннан соң, ең бастысы қалап қолқалағаннан кейін, көңіл жықпай, әлденеше рет осы өзгеше ортаның өзгеше жағдайына куә болғаным бар. Жұмысқа бейіл жігіттеріміз түгел дерлік кірпияз, арақты дәмдеп, шарапты сыздықтай тартып, көңілді, көтеріңкі отырады. Әйтсе де мүлде ішпейтін екі кісі шықты. Бірі, әрине, мен, екіншісі Жәлел екен. Дәл менің көкейімдегі сөзді айтқан. Ішпейін демеймін, мүлде тәбетім тартпайды деген. Жолдастарымен рімке соғыстырып қана отырады. Бірде су орнына аңдаусызда арақ құйылып қалыпты. Аузына апарып, ұрттай бере, жеркене түшіркеніп, мұрнын тыжырып, апыл-ғұпыл ашы қияр шайнағаны есімде. Бұрында кәнігі мейрампаздардан естігенім бар еді, шын ішкіштер мүлде ішпейтіндердің арасынан шығады екен. Өзіміздің жазармандар ортасындағы кейбір әйгілі алқаштардың мысалы. Бұл да солай болды. Себебі айқын. Дабыра мен қолпаштан соңғы жала мен жапа. Бірақ өнер жолына шын берілген адам үшін ең бастысы көркем шығарманың өзі емес пе? Оның мақталуы яки датталуы мәнсіз демесек те, екінші кезектегі жағдай. Алдағы бар ғұмыр осы талқыға түскен дүниемен шектелмейді ғой. Жаңа бейнет, жаңа қуаныш, жаңа биіктер. Мүлде түңіліп кеттім. Жаным аши тұра түңілдім. Түңіле тұра бауырым езілді. Бітіпті кетті құрдымға тағы бір боздағым. Көп ұзамай, ежелгі баспа орнына жолым түсіп еді. Арнайы емес, қажетті шаруа жөнімен. Кезекті қаншама өткеліктен соң, жоғарыдан әрең бекіген жаңа кітабымның жөнімен. Редакциядағы әжептәуір қитықты, бірақ беті оңға бұрылған әңгімеден соң, сыртқы тұрпатын келісе кету үшін көркемдеу бөліміне соқтым. Кіші редактор, жасы да кіші Байсал деген жігіт қана отыр екен. Шет жағасын бұрында естігем. Сіздер қалыптаған редакция мүлде таратылды деді. Орынсыз ысырап артық, қажетсіз суреттер салыныптымыз. Мақсұт та басқалар да кетті. Студияда жоқ. Енді жаңа жігіттерін тартып жатыр.
Идеялық тоғыры берік, әрі айқын, өзі арзан, мектеп оқулығы деңгейіндегі суреттер салынбақ. Әйтеуір біздің жігіттер бастап қойған атаулы жұмыстарды тоқтата алмайды. Жасалған заңды шартын бұзған жағдайда авторлық құқық соты бойынша тіпті бітпеген шаруасының өзіне толық төлем алуға тиіс. Кезектегі дайын иллюстрацияларды тапсыру және қалған шаруаны тиянақтау үшін ғана отырмын. Сірә ескінің сарқыншағы ретінде менен де құтылады. Бірақ сіздің кітапқа тезінен тапсырма берем деді. Қалай, Жәлел бауырымызды мақұл көресіз бе? Деді. Ойбай-ау, ол шіркін ішіп кетіпті ғой. Не көрінді сонша? Байсал әлде реніш әлде жанашыр кейіпте қолын сілтеді. Соншама ауыр салмақты көтере алмады. Айтпаса да түсінікті. Алдымен зор абырой. Зінше қатаң талқы, ай кәпірсін. Әуелгісін қой көтерет, кейінгісін нар көтерет. Айналған бас лепірген, асқан, тасқан, қайысқан бел, қиялданған, қамыққан, ішкен. Енді менің кітабымды сол Жәлелге тапсырмақ. Бәрі де адамның өзіне байланысты дедім. Сондай жағдайда арғы сөзімді іркіп қалдым. Сонда кепте жүрген кісінің қолы тие қоймас. Аға, ол деген дарын ғой. Бақытсыз талай болмаса. 10 саусағы орында. 2-ақ күнде. 2 шістің арасында, бас жазғанда деді мен түңіліспен түйткіл арасында. Ол орындамаса, өзім жасаймын бар жұмысты. Тек Жәлелдің аты жазылады, тиын тебен үшін. Аштан өледі ғой, сорлы, жарайды дедім мен де еріксіз жібіп. Тек кітабым бөгеліп қалмасын. Іркіліс болса, айтқаныңдай, өзің жасайсың тезінен. Келістік аға деді Байсал, проза бөліміндегі жігіттерге айта кетіңіз. Менің қалауым өзім бұрыннан білетін Жәлел деп. Тыңдайды ғой сізді мұндағы жұрт. Келер аптада телефон соқтым. Жәлел өтпепті. Проза бөлімі мақұлдаған екен, шартқа қол қоярға келгенде, ондай совет өнеріне жат пиғылды абстракционистке орын бере алмаймыз депті баспаның менен соңғы жарты бастығы. Аты өшсін, кесірі тиеді, маңайымыздан жүрмесін. Депті ашу ыза үстінде. Осы уақытқа дейін білдіргендерім жетет деп, тағы біраз жерге барып қайтса керек. Менің тағы да әжептәуір шырғалаңнан соң аман есен өндіріске өткен жаңа кітабымның сыртқы кейпін баспадан кетіп бара жатқан Байсалдың өзі қалыпта бет. Ол да таршылыққа ұшыраған жігіт, соңғы жұмысының азғана тиын тебенін Жәлелмен бөлісті ме, бөліссе, тозған құрдасы тегін ақшаны талға жау қылды ма, сол күні араққа салдым. Үй арасы тақау болғасын, әрі сейіл, әрі тыныс ретінде өнер музейіне аясырып 90 толтырып десе де, тым көп ұзатпай барып тұратын едім. Әлбетте, жаңа өнер туындыларын байыптау, ескі мұраны қызықтау үшін. Әрине, торғынның суретінде көрем. Көрген сайын қайран қалам. Түбіне жете алмадым. Осындай сурет салған, осыншама биікке шыққан, және өлшеусіз мүмкіндігі болған, Жәлел өзіне ғана қастан емес, бүкіл қазақ өнеріне жау құбыжық көрінеді. Аянышты ыза, өкінішті жиреніш басып бара жатқандай. Торғынның суретіне қайтадан үңілем. Жүрегім мерге толғандай серпіле бере, тағы да қым-қуыт сезімге берілем. Жарты жылдан соң ғой деймін. Көбірек бөгеліп келесі бір барғанымда торғынның суреті төрдегі жарық, терезеге тақау бұрыштағы орнынан көрінбеді. Басқа бір, социалистік мазмұндағы күзгі қырман, қызыл байлаушты қыздар бейнеленген, кәсегі ауыр, репетейсіз, абажадай сурет орнапты. Бірақ ештеңе де жоқ, үңірейіп бос тұрғандай. Қайда? Деп сұрадым, менің жөн жобамды білер-білмес, келіс жүрсіме үйренген танымал анықтамашы қыздан. Ой, аға, естімеп пе едіңіз, сұмдық болды ғой, деді қыз. Осыдан 4-5 ай бұрын жоқ, 3 ай. Қазіргі Қазақстан суретшілерінің үлкен көрмесі жасалды. Әлдеқандай атаулы мерекеге орай. Иә, октябрьдің бірдеңе жылдығы. Жоғарғы жақтан бір үлкен бастық келді, сөйлеп тұр. Көп сөйледі. Жұртты жалықтырып жіберді. Көпіріп әлі сөйлеп тұр. Сол кезде тағы бір көлденең кісі келді, бел ортада. Түрі өзгеше. Үсті басы бүтін, бірақ ұзын шашы ұйпа-түйпа, бет аузы домбығып піскен. Ұйқысы қанбаған, немесе басы ауырған алқаш екені анық.
Біз байқай салысымен ептеп жетелеп шығарып жібермек едік, әлдекімдер ара түсті. Суретші екен ол да. Содан салбырап тып-тыныш тұрған. Кенет әлгі үлкен бастық, ақыры, көп сөзін тауысып, көрмені ашық деп жариялағанда, жұрт жаппай қозғалған кезде жын буғандай тұра ұмтылды. Бара сала пышақ ұрды. Кімге, әлгі бастыққа ма? Деппін қыздың өзінің көп сөзіне қитыға бастаған қалыпта. Ештеңе ұқпағам. Торғынға, деді қыз. Әлгі суретке торғын деген. Әйтсе де байқап тұрған кісілер бар екен. Сыртынан тарпа құшақтап жерге жығып, қолын қайырып, пышағын тартып алды. Пышақ болғанда қарындар ұштайтын кішкентай бәкі. Сонда суретті тіліп салды ма? Дедім мен тітіреп. Тіліп үлгермеді. Қорс еткізіп сұғыпты. Тура жүрік тұсынан. Артынан экспертиза шақырғанда 1 сантиметрге жетпейді деді. 8 миллиметр. Кенеп тесілген ғой. Содан арнайы реставратор шақыртып қалпына келтірді. Мүлде байқалмайды. Суреттің өзі қайда? Деп сұрадым осымен 2-ші мәрте. Сурет. Сол көрмеге қатыспауы тиіс екен. Одан бұрын алып тастау керек екен. Біз ғана емес, жаңағы көрмені ұйымдастырушылардың үлкен қателігі. Енді қоймаға түсті. Тағы біреу білдірмес үшін. Сізге шынын айтсам, аға, бұдан былай ешкім көрмеу үшін. Ал әлгі алқаш деуге аузым бармады. Жаңағы пышақ ала жүгірген кісі. Не болды? Кейін естідік, сол суреттің автор екен. Ұстағаннан соң жұрт апыр-топыр, ал әлгі жігіт, бұл дұрыс емес, бұл суретті басқаша салу керек, көрмеде тұрмасын, көзі құрсын. Деп ышқына айқайлап жатыр. Содан соң еденде домалап басын соққылап жылады. Ақ безгек деген ауру болады екен ғой, алқаштарда. Сондай масқара болды. Алып кетті, әлде емхана, әлде айықтырғышқа. Азғана қамақтан соң босатып қоя беріпті. Соттаған жоқ, ешқандай шара қолданылмапты. Небәрі әлгі 15 күндік. Шікіштен не сұрайсың? Оның үстіне бұзылған. Абстракционист екен. Ауысқан, сатылған. Жолдан тайған. Әйткенмен әуелгі суреті, әлгі торғын, шынында да тамаша еді. Ал абстракционизм деген бәрі керісінше. Жақсы атаулы түгіл жаман болып көрінеді. Шындық жағдайды бұрмалау, жарқын өмірді құбыжық етіп көрсету. Шимай шатпақ, дәлдіріш қойыртпақ. Үлкеннің әлде жасын, әлде басын сыйлап, артық ауыз ақпар берген сөйлеу қызға алғыс ишаратында жасамастан, сырт айналып, музейден шығып жүре беріппін. Міне, ақыр түбі. Сондай көңілсіз жағдай. Көңілсіз ғана емес, қайғылы, қасіретті. Өнер деген дерт. Жазықсыз байланған, кісенделген. Тұсалған сау кісінің өзі ақылынан алжасуы мүмкін. Ал өнерге жасалған қыспақ тек қаралы қазаға ғана бастайды. Бұғауға түскен, жарық дүниеден үмітсіз, қапастағы өнер тоқырайды. Тозат ақыры, тұншыққан, қыстыққан шебердің өзі өледі. Мұндай шатқалаңнан аман шығу үшін өнер өрісті, тынысты, ең бастысы, шебер, өршіл, яғни темір өзек. Болат жүйке, тас қамалды. Жәлел босаң шықты. Музейден соңғы әңгімеден соң көп ұзамай, алыстан қарасын шалдым. Бірден танылды, адамдық кейіптен айырыла бастағандай. Мені аңдады, аңдамады, беттеспей, жолымнан бұрылып кетіп едім. Одан соңғы заманда тым ұзақта емес, бір талайдан соң кездейсоқ ұшырасқан ортақ таныстан сұрағаным бар. Жақсы білуге тиіс баяғы суретші жігіттердің бірі. Бар, жүр, деді. Өткен тіршілігі құрысын дегендей қолын сілтеді. Бірақ обал деп күрсініп бас шайқаған. Ол кезде мен 30-дың ортасына жаңа ғана келген екем. Жасы кіші тұрыпты, тетелес, қатарластардың өзі аға тұтады. Ал өзімді қаламгерлік жолда ғана емес, дүнияуи өмірде де көргені көп, кемел санаймын. Әлі тіршіліктің қалтарыс, қатпарларына терең бойламаған кезім екен. Обалы өзіне дедім. Құдай несиеге берген соншама дарын. Орнымен жарата алмаса, барының бағасын білмесе, заманда, адамда кінәлі емес. Түрмеге тығып қойған жоқ қой.
Қолым аға Магаданға айдалмады. Кім жазықты? Өзі. Обалы да өзіне. Сол сәтте көңілге келген ойдағы сөзімді айттым, бірақ көкіректегі түйткіл басқашарақ болатын. Шынында да обал. Жәлелге емес, қазақ өнеріне. Онсыз да тапалып, онсыз да қожырап жатқаныңда. Әрбір жарақты кісінің өзіне өзі ие болуы керек қой. Түптеп келгенде көресіні өзі көрді. Кімнің зарын кім жоқтаған заман, жекелеген азаматтар ғана емес, жалпақ жұрттың тоқыраған алмағайып. Ертеңі емес, арғы күні, одан арғы жылда мүлде ұмыттым. Өз басымдағы даудамай, өз жолындағы опа мен оралағай сезім, көлденең аянышқа жол қалдырмаған. Иә, дарынды Құдай береді. Бірақ қосағымен жарылқауы керек екен. Дарынға қоса мінез. Яғни, қайрат пен қажыр. Мінезді дарын ғана мұратына жетпек. Тәңірі тағала Жәлелді жартылай ғана алқаған екен. Басқа бір жағдай, басқа ортада, бәлкім, жарым жолда, тіпті бастау кезінде сүрінсе де, жығылса да қайта тұрар еді, оңалып кетер еді, мұндағыдай мерт болмас еді. Бірақ бәрі басқаша шешілді. Мен де сабыр таптым. Сонымен Жәлелге қатысты бар әңгіме тәмам болған. Бітті. Бітпепті арада қаншама заман, тұтас ғасырға татыр тағы бір 30 жыл өткенде қайтадан жалғасты. Жалғасқан жоқ, бір жола тиянақталды. Мүлде басқаша себеп, өзгеше түйінмен. Жәлелді күйреткен сыртқы зұлым күштер, темір талқы, өнер жолындағы алапат қиындық емес екен. Иә, мінез дедік қой. Бұл мінез сенімнен бастау алады. Шын дарын қашанда өзінің қуатына кәміл және өмірлік мұратының ақиқат, дұрыстығына күмәнсіз, сондықтан қандай жағдайда да бет алған бағдарынан айнымайды, сол жолға барын салады. Керек десеңіз, үмітсіз сәулеге ұмтылады, талғып құлағанша тынбайды. Жәлелдің түбіне жеткен сыртқы қысым, дүмше талқы, дүлей зорлық емес, ішкі толқын. Пәк көңіл, нәзік сезім, тұлаусыз таным, нақтылап айтсақ, манағы шын дарынның тірек тұғыры болуға тиіс ойлы болып шықты. Өзіне емес, өнерге, өмірлік мұратқа деген сенімнің жоғалуы. Иә, дәп солай. Айттым, артынан, тура 31 жылдан соң ғана түйсініп ұқтым. Нақты әңгімесін естіген соң. Бұдан гөрі байқампаздау болсам, тіпті менмендігім кемшіндеу, жанашырлығым артықтау болса, бірден аңдап, бірден ұғады екем. Әйтеуір азғана алданыш, бәрібір менен қайыр жоқ екен. Советтік, социалистік кеңістік. Зұлымдық империясы ыдыраған. Қазаққа қайтадан тәуелсіздік келді. Әйтеуір бостан аталамыз. Анығы бей-берекет, жабайы капитализм дәуіріне ендік. Тұрмыс, тіршілік басқа емес, өнер жолындағы қазақ үшін бұрынғыдан да қиындай түскен. Бар демесін, атаулы, ресми қысым жоқ. Өнер өрісті, сөз еркін тәрізді. Ең көрнекі жағдай жүріс-тұрыс шектеусіз. Орталық Еуропаға бет алған шет елдік ұшақта кездесік. Баяғы Байсалмен әлде бір халықаралық кітап жәрмеңкесіне кетіп барады. Тым атақты болмаса да, елге танымал график суретші ғой. Негізінен кітап безендіру маманы. Мен үшін жасы кіші іні, әрі ескі көз. Жадырай табыстық. Әрине, бір қалада тұрған соң, менің де кітапқа қатысым болған соң, ара-тұра ұшырасып қаламыз, бірақ дүние төңкерілген соңғы 10 шақты жылда көріспеген екенбіз. Жігіт ағасы болыпты. Тіпті ағаның ағасы. Самайына ақ кірген. Шынында, бізге бала көрінгенмен, бұл да біразға келді, 50-ді еркін еңсерген. Бірақ сол баяғы сараң сөз, сырбаз мінез. Келесі қатар екен, ауыстырып менің қасыма отырды. Жол ұзақ. Айрым әуежай Амстердамға дейін 7 сағат. Одан әрі әлде Париж, әлде Рим, қартайғанда құлақ мүкіс тартады, анық, ажыратып естімеген соң, қайыра сұрамадым. Ал мен өзімнің қазіргі мекен тұрағым Прагаға ұшам. Ой, аға, деді Байсал жайғасып отырғаннан соң, жолсерік тапқанына ма, өткен өмір көлеңкесі ме, шынымен қуанып. Сізді кетіп қалды деп естіп ем. Неге? Мен күлдім. Жаңа шығармалар жазу үшін? Сонда, бір жола көштіңіз бе? Көшпейтін несі бар дедім. Сол қалам, сол қағаз.
Әуелгі бағдардан айнымасаң болғаны. Иә, деді Байсал менің мәнсіз, шығарып салма сөздерімнен терең мағына іздеп ойланып қалды. Суретшілерге қиынырақ дедім мен. Бояу барлық жерде бар, бірақ ойлаған тақырыбын өзімен бірге әкете алмайды. Орыс суретшілерінен де шетке кеткендер көп қой. Бұрын да, қазір де оларға жеңіл болса керек дедім мен. Тақырып ортақ, түрі бірдей, менталитет ұқсас. Ал бізде адам түгілі табиғат, тауың да, далаң да, тіпті қалаң да мүлде басқаша ғой. Туған топырақтан қол үзіп кету мүмкін еместей. Суретшілерге барлық уақытта ауыр болды. Біздің жазармандармен салыстырғанда. Бәрі көз алдында көпе көрнеу ғой. Кітап бетіндегі жазудай перде жамылып, бұғып, бой тасалап тұрмайды. Және қандай керемет туынды болса да, жалғыз-ақ дана. Жалғыз дана кітап болама. Тіпті қолжазбасының өзі көбейтіле береді. Ал кітап болып жарыққа шықса, барына бойлап түбіне жеткенше біразы тарап кетеді. Баяғы алдаспан есіңде ме дедім. Орта ғасырлардағы қазақ поэзиясының антологиясы. Сендердің редакцияда көркемделіп тамаша болып басылып шыққан. Жоғарыдан ойбай-аттан көтеріліп, арнайы шешім қабылдағанша 2000-нан астама тарап кетті. 17 000 тираждан. Иә, есімде деді Байсал мен баспаға жаңа келгем. Макулатураға түсер алдында типографияға бардық қой, көмекке, топ-тобымызбен. Мұқабасын жұлдық. Бір апта бойы. Соншама құнды кітап, суреттері қандай, ішіміз ашиды, бірақ амал жоқ. Күн сайын біреу-екеуден қойнымызға тығып, қаншамасын алып шықтық. Содан соң көп ұзамай кеттіңіздер ой баспадан. Қиын болды. Өте қиын болды, кімге, қалай, неге қиын болғанын айтпай, іркіліп қалды. Табиғи жағдай, деді мен. Жалпы шығармашылық жөнін айтам. Шын қиыны суретшілердің басына түсетін ахуал. Барлық уақытта. Әлдеқайда ауыр. Арда түсінбеушіліктен. Мәселен, француз импрессионистері. Берде өткен советте түсінбеушілікпен қатар көпе көрнеу қысас. Анау ағым, мынау ағым, жат сарын деді, қабырғаға ілінбей жатып еденге тапады. Бірақ енді, Құдайға шүкір, жол ашылды ғой. Сәл ертерек болғанда деді Байсал ойлы қалыпта. Біздің уақытымыз өтіп кетті ғой, Хокусай не деп еді. 70 жасымда кемеліме жеттім деген. Әлі 15 жылың бар. 12 деді Байсал. Арғысымен қосқанда өнімді еңбекке толы 25 жыл кемінде дедім. Жалпы өзің де білесің, суретшілер көп жасайды. Көп жасаған. Ақырына дейін бояуынан жаңылмаған. Қайда саған? Әлі жассың. Қабаттаса күліп алдық. Шынында да жақсы болды, мына Байсалмен қол боста осындай еркін отыратын жағдайда ұшырасқанымыз. Шет елдік бай компанияның үлкен ұшағы жайлы. Сервис өте жоғары деңгейде. Шай іштік, шәрбат іштік, таза, дәмді жол тағамды тәбетпен жедік, соңынан мен кейінде әуестенгем. Азғана шарап алғыздық, бүгінгі күннен шегініп, өткен кеткенді еске түсірдік. Сондағы жігіттердің қайсысы қандай жағдайда? Кім болды, не істеп, не тындырып жатыр? Ақыры, бағзыдағы бақытсыз Жәлелге келіп тоқтадық. Байсал баяғыдай тағы да басын шайқап, ауыр күрсінді. Обал болды деді әуелгі бұдан 30 жыл бұрынғы сөзін қайталап. Тағдыр ғой. Содан соң өткен іс өсек болмас, және өзіміз ғана ғой деп бар құпияның тетігін ашып еді. Жәлел ғашық болған ғой. Әуелі әдемі қызға, содан соң көрікті келіншекке. Торғын десе торғын. Шым жібектей есіліп тұр. Ашық, жайдары, биязы. Ерке ғана емес, шолжың. Бірақ бәрі де жарасымда. Жәлел мен торғын қозымен баяндай көрінетін. Жәлел қалтқысыз сүйіпті. Білесіз ғой, бар суреті бір сурет, тек қана торғын деп мейірлене күлетінімізді. Ақыры барлық торғын бір ғана полотноға құйылды. Классика, біз нық сендік. Бұл өрелі еңбектің бастауы ғана, алда жемісті жылдар, кемел, көркем, жаңа туындылар тұр деп. Жәлелдің өзі де күмән, толқыныстан ада. Асқан жоқ, тасқан жоқ. Атақ абыройды заңды, еншілі сыбаға ретінде қабылдады. Әрине, құрғақ абырой емес. Әжептәуір ақша келді.
Суретшілер одағына қабылданды, микроауданнан 2 бөлмелі пәтер тиді. Уақытша ғана. Жаңадан тұрғызылып жатқан суретшілер ғимаратынан арнайы шеберхана және жайлы кең үй беруге шешім қабылданды. Қазірдің өзінде рухани ахуалы да, тұрмыс жағдайы да ойдағыдай. Болашақ ұзақ өмір тек өнер мұратына арналатындай, алда кең дүниеге құлаш ұрған үлкен даңқ күтіп тұрғандай еді. Анық, күмәнсіз. Жайыл өнердің соны өресіне жаңа бір биікке беттеді. Тынымсыз еңбек тың туындылар. Бірақ сол кездің өзінде сұлу Торғын. Торғынның ештеңеге риза болмағанын, ештеңені де қанаға тұтпайтынын аңдағанда едім. Суретші атаулының бәрін дәндіріс көретін. Сөйте тұра біздің бәрімізге жігіт атаулыға Құдай кешірсін, тек мүшесі бар еркек ретінде ғана қарайтындай. Қапелімде кенеттен қабағының астынан өткір қоңыр көздер жарқ етіп түйреп өткенде әлде сынап салмақтаған, әлде ишара, ұсыныс. Жоқ ойын өзінің дуалы сиқырына сенімді ұрғашының үміттендіре тартып барып, беттен қағатын қатерлі ойыны. Білмеймін, оң ба, теріс пе, мұны байқаған, жалғыз мен ғана сияқтымын. Жалпы, білесіз, біздің жігіттер түгел ақ, адал еді ғой, өнерден тыс мұраты жоқ, және біріне-бірі кіршіксіз. Торғын кімді қалай арбаса да, біздің тараптан ешқандай ши шықпады. Анық, ал әйелдің өзі уылжып тұрса да, Жәлелден 2 жас үлкен. Мамандығы дәрігер болатын. Мединститут бітірген. Кейде түнгі кезекке қалады. Кейде жұмыстан тым кеш оралады. Табиғи жағдай. Біздің Жәлел өзінің келіншегіне сенімі сондай, күмәннан таза, тіпті қызғаныш атаулыдан ада. Сөйтіп жүргенде бір күні Жәлел әлде көрші республикалардың біріндегі көрмеден, әлде қала сырты пленерден әйтеуір мезгілсіз үйге қайтады ғой. Тура үстінен түскен нәзік жас келіншегінің әлде бір бейтаныс дүмдей еркекпен қызу майданның қақ ортасына шошып безіп кетіпті. Ойлап көріңіз. Көңілі таза, сезімі нәзік, ақ, адал, және қосылғанына біршама уақыт өтсе де, ғашық құмары тарқамаған аңғал жігіт. Сұмдық қой. Басқа біреу болса, көңілі тас болып қатар еді, қайғының салмағын ыза мен намыс басар еді, жанжал төбеле шығармас, бір жола айырылсар еді. Ал Жәлел тура бір апта бойы қайта жуымаған. Қаншама қасірет азап шеккенін ойша елестетудің өзі мүмкін емес. Ақыры үйіне барады. Торғын ешбір қысылмаған, не қылсаң да көріп алайын дегендей, сазара, салқын жымеп қарсылады. Жәлел де тіл қатпайды, кухняда мелшиіп отырады да қояды. Түннің бір уағында көрпе жастығын алып, 2 бөлмеге барып диванға жатады. Ертеңіне тағы. Арғы күні. Одан соң осы 2 бөлмеге тұрақтапты. Не ойладың, неге көндің? Деп сұраймын ой кейінірек, бәрі құрдымға кеткен соң, бар сырын өзі мас, өксіп жылап отырып маған айтқанда. Қимадым дейді. Тіпті бір жола кетіп қалар деп қорықтым. Тіпу. Дедім жерге түкіріп. Сондай былықтан кейін қимайтын не бар еді? Дәрменім жетпет дейді. Пәк емес, былғаныш екен, адал емес, арам екен, мейірбан емес, зұлым екен. Тіпті сұлулығының өзінде ажал лебі бар. Бірақ жүрегім тітренсе де, көңілім жиренсе де, оймен, санамен жек көрсем де, бауырым езіліп, ындыным құрып барады. Қайтадан. Жоқ, бір жола қосылмақ емеспін, қайтадан. Тым құрса жарым түн, жарты сағат, 5-10 минут құшағына көміліп тұңғиығына батсам деймін. Бар еріктен айырылғам. Өзімді өзім ұстай алмаймын. Түн ұзақ нешемере тұрып, босағасына барып қайтам дейді. Ақыры бір күн олда ояу жатқан келіншегінің төсегіне жақындайды ғой. Атып тұрып, аузына келгенін айтып бөлмеден қуып шығыпты. Бірінші күні келсең қайда қалдың депті. Міне ең үлкен кінәраты. Ұрмадың ба, соқпадың ба, тым құрса, боқтап, балағаттап ашуыңды шығармадың ба, сен еркек емессің депті. Міне арсыздықтың шектен шыққаны. Естігін келгені осы ма? Енді сенімен тастаймын. Дейді. Осы бүгіннен бастап дейді. Ертеңіне әлде баяғысы, әлде басқа біреу ашынасын өзі ертіп келіпті үйге. Күн демалыс екен. Тапа тал түсте. Есіктерін жылы жауып жатып қалады.
Арада апта өтпей тағы біреуін. Бұл да көбе көрінеу. Келесі кеште нәсілі, ұлты басқа және біреу. Онымен де тоқтамайды. Сондай тойымсыз салдақы. Өзі кіп-кішкентай болатын. Бет ажары ғана әдемі емес, бар бітімі әсем. Жанды қуыршақтай. Сондай бір мысқал денеде мың батпан зау. Тұла бойы булыққан нәпсі. Әлде дәрменсіз құрбандығына ерегесіп, мүлде құтырып кетті ме? Әйтеуір Жәлел байғұс жер болады. Соңғы бір жолы өз шаңырағындағы мұндай бассыздыққа шыдай алмай, қарсылық білдіріп дауыс көтерген екен, қатынның ойнасы тырдай қылып сабап тастапты. Осыдан соң Жәлел өз үйіне өзі мүлде бармайтын болды. Бомж дейді ғой. Мекен тұрақсыз, панасыз. Кездейсоқта көре қалсам, көлденеңнен ұшыраса, үйіме ертіп әкелем, жуындырып, киіндіріп, тамаққа тойғызып, адамша әңгімелесіп, ақылымды айтам, өткен жақсы күндерді есіне салып, келер қауіп-қатерді ескертем, өнер жолына оралу қажетін. Бұлай жүруге болмайтынын, тым құрса, өз атындағы үйді бөліп алып, адамша өмір сүру керегін айтам. Маған ештеңеді керек емес дейді, Жәлел, өнерің бар емес пе, қуатты дарының, үлкен мұратың қайда қалды? Сен қалыптасқан шеберсің, қалай ғана қыл қаламнан қол үзіп кетесің деймін. Жаңа дүние, жаңа шығармалар. Қалай ғана қиясың деймін. Мен қимайтын ештеңе де жоқ дейді. Торғыннан соң. Ал мұрат құрдымға батқан. Дарын менде ешқандай дарын жоқ. Өнердегі жолым, бүкіл таным, тұғырым түгел жаңсақ терсіген. Әйтпесе сайқалдықты сұлулық кейпінде, зұлымдықты мейір, аярлықты адалдық ретінде бейнелеп, сондай қисынсыз сурет салмас едім. Торғын. Торғынның суреті бояма, жалған болып шықты. Ол торғын емес деймін. Небәрі сенің сұлулық, тазалық туралы ұғымың. Сол ұғым, сол танымды таңбаға түсірдің. Ал осы суретке себеп болған әйел тек натура ғана. Сыртқы сымбатын алдың, ішкі кейпін өз ой, қиялың, армандағы арудың сыр сыпаты, қастер қасиеті бойынша қалыптадың. Торғын сурет, торғын әйел, екеуі екі басқа нәрсе. Бірі арман, бірі албасты дейді, Жәлел бетін көлегейлеп. Әждаһа деу пері. Бірақ мен ішім толып барады. Онсыз, торғынсыз өмір сүре алмаймын. Тым құрса айында, аптасында көрсем. Көрмесем де, жұмыс орнын, тұрған үйін соншама бақытты болған құтсыз үйімді төңіректеп жүрсем. Маған ештеңенің де керегі жоқ. Сол беті кетті. Кешіне келмеді. Арада 3-4 күн өткенде көшеде бұлғалақтап жүргенін көрдім. Содан апта озбай тағы. Және бұрын ауызға алмайтын араққа бір жола бас қойыпты. Қайғының зілін арақтың зәрімен қайтармақ. Әрине, қайтара алған жоқ, қоса түсті. Ақыры жұртты жаппай жаулыққа итермелеп, өзін, қадірі кеткені тұрыпты, сотқа тарттыра жаздаған ерекше оқиға, музейдегі торғынның суретін пышақтап, тіліп тастамақ әрекетінен соң бар есептен шықты. Әйтеуір ақсақалдар араласып, пәле жаладан әрең айырып қалдық. Бұдан соң бұрынғыдан әрмен құлдырады. Ақыры жыл айналып өтпеді ғой деймін. Із-түзсіз жоғалған. Қалайша? Дедім, кешелі бүгін кеткендей таңырқап. Кәдімгідей әуелде ешкім білген жоқ. Кім іздемек, кім жоқтамақ. Аз ба, көп пе уақыт өткенде бір-бірімізден сұрастық. Жас шыққалы, тіпті өткен күзден бері ешкім көрмепті. Сол беті жоғалды. Әлде ләйліп қаңғалақтап жүргенде машина қақты, әлде арзан, залалды арақтың уланды, немесе қонаға, подвалдарға түсіп жүргенде біреу өлтіріп кетті. Кім? Мазақтан қашып, ешкім көрмейді, ешкім білмейтін шығанға шықты, сонда көзін жойды. Егер сырқатынан айықса, арақ емес, қиялдағы махаббат дертін айтам, әйтеуір тірі болса, Алматыға бір соғар еді ғой. Қайрылмады, белгісіз түнекке батты да кетті. Мүмкін сол жылы қыста көктемге жетпей-ақ. Қайткенде де көп ұзамай. Ойлап тұрсаңыз, ол да Құдайдың кеңшілігі. Торғын қайда? Деп сұрадым. Торғын да оңбады деді. Жазықсыз баланың обалы жібермеді. Мен әйел емес, сурет жайын сұрап едім. Бірақ сөзін қақпадым. Торғын сол жылы жазға салым күйеуге тиіпті. Енді
Алғашқы некесі бұзылмаса керек. Тіркеусіз тұрған. Өзінің ескі ашыналарының бірі. Бәлкім әуелгі күжбан. Пәтер мәселесі қиын ғой қашанда. Оның үстіне жас, сұлу келіншек. Бұрынғы жүрістерін білсе керек, енді қия баспайсың дейді ғой. Әйтпесе өлтірем, сабап алам дейді. Онсыз да ара-тұра төмпештеп отырған сияқты. Жазықты жазықсыз. Тату тұрмыстан дау жанжалды тәуір көретін, тіпті ашы таяқтан ләззат алатын әйелдер болады деп айтып та, көрсетіп те жүр ғой қазір. Торғынды кім білген? Бізге кейінгі бар ісі сөлекет көрінеді. Әйтеуір биязы, мәдениетті жәлелге жасағаны анау, енді оқуда оқымаған, арнайы мамандық, тұрақты жұмысы да жоқ, дөкір мұжықпен тұздары жарасыпты. Содан тегін асыраушысы бар, бостан жүретін еркегі бір күні, демалыс, тапатал түсте әлде қайдан келсе, есігін ашпай. Үйде екені анық. Тарсылдата бастайды ғой. Келер мезетте төменгі даланда тұратын көршісі алақтап жүгіріп шығады. Сіздің әйел болса керек, біреу балконнан құлап дейді ғой. Сөйтсе, қабаттас, қабырғалас пәтерде әскери адам, отставкадағы жалғыз басты, кәртеміш майор тұрады екен. Орыс торғын сонымен де сауық құрады ғой. Зодыр күйеуі, заңды күйеу болмаса да төсектес, ең негізгі ашынасы кешке емес, күндіз, күтпеген уақытта жетіп келгенде, есіктің тарсылын естіп, саңлау көзден сығалап көрген соң, жапсарлас балкон арқылы өз үйіне тек болады. Бұрын да әрлі-берлі талай қатынап жүрсе керек. Бұл жолы әлде қорқыныш, әлде асығыстық, әлде кейіннен мәлім болғандай әжептәуір ішімдік әсері. Балконның теміріне жабысып, өз жағына қарай аттай бергенде аяғы тайып, төмен құлайды. 5-ші этаж. Сынбаған сүйегі қалмаса керек. Әйтеуір жедел жәрдем машинасы келгенде иесін жиып қинала үн салып жатыр екен дейді. Емханаға жеткенше жан тапсырыпты. Әлгі ашынасы, сырттан да, іштен де көрген куәлар бар, мүлде жазықсыз, әйтсе де әрең құтылыпты. Ал майор туралы сөз де жоқ. Көрмедім, білмеймін, мүмкін, ішіп алып, өз балконына өзі өрмелеп, ойнап жүрген шығар. Кір жайып тұрып, бас айналып құлаған шығар дейді ғой. Үй иесіз қалған 2 бөлмелі пәтер суретшілер одағының есебінде қайтарып алу әрі Жәлелдің орнын түгендеу үшін бардық. Ешқандай сурет, жаңа туындылар жоқ екен. Тек балконда күн қаққан, су тиген, адам танықсыз әлде бір эскиздердің жұғанасы жатыр. Содан суретшілер одағы иесі қайтып келеді деп, әлгі қайырсыз үйді бір талай уақыт сақтап тұрды. Ақыры бір жас жігітке беріп еді, оның жаңа түскен келіншегі албастының елесін көрдім деп, шошымал ауруға шалдықты. Пәтер ауыстырып көшіп кетті. Одан соңғы тұрған кісінің әйелі